халық ішінде иманды кісі, иман жан екен деген сөздерді жиі естиміз. Демек қарапайым халық иман дегенді көбінесе ұят, әдеп, адамгершілік деген секілді ұғымдармен байланыстырады. Ал енді ғалым ретінде, дін саласының маманы ретінде айтыңызшы, жалпы ақиқатына келгенде иманды адам деп кімдерді айтамыз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иманды адам деп әуелі Алла тағалаға сенген, ақыретке сенген, Алла тағаланың жаратқан періштелеріне сенген, және де Алла тағаланың жер бетіне түсірген қасиетті кітаптарына сенген, және де Алла тағаланың жер бетіне жіберген барлық пайғамбарларына сенген адамды, сонымен қатар тағдырға иман еткен адамды біз иманды адам деп есептейміз шариғат бойынша. Әрине, бұл осы қазір біздің қолданыстағы тіліміздегі енген иманды жан, ұлт жанды, иманды деген сөздердің барлығын төңірегі осы иманнан келетіндігі үшін бұл жердегі мысалы біздің бабаларымыздың өздерінің ұрпақтарын иманға, осы иман етуге тәрбиелеумен қатар сол имандылықты олардың бойына сіңірумен де тәлім тәрбиені ұштастырып кеткен. Сол себепті де біз көп жағдайда иманды жан деген кезімізде осы иман еткен, Алланың бар екендігіне сенген, өзін мұсылман санап, осы дін исламның бұйырған көптеген әмір мен тыйымдарын, дін исламның бұйырған жақсы мінез құлықтарын бойына сіңіре білген азаматты біз иманды жан деп есептейміз. Өйткені мысалы айталық, адамның дұрыс болуы, шыншыл болуы, өтірік айтпауы, аманатқа қиянат жасамауы, бейәдеп сөздер айтпауы, өзгелерге құрмет көрсетуі, жақсы мінез құлыққа ие болуының барлығының астарында осы иман жатады. Алла тағала мысалы Құранда айтады: иман еткендер, өздеріңді түрлі жаман қылықтардан бойларыңды аулақ ұстаңдар дейді. Олай болатын болса, міне осындай тәлім тәрбиені біздің ата бабаларымыз бізге үйретіп кеткендіктен, оны біз тікелей мұсылман немесе басқа да сөзді қоспай-ақ қолданысқа енген иманды жан деген тіліміздегі осындай бір сөздің ұғымы жалпы алған кезде өзін мұсылман санап, Алланың бар екендігіне сеніп жүрген азаматтар үшін біз осы сөзді қолдансақ, ол ешқандай да ағаттық болмайды. Жалпы өзіміздің халық ауыз әдебиетін, қазақ әдебиетін алып қарайтын болсақ, Абайдың бір өлеңі бар ғой: Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз жол емес, ынталы жүрек шын көңіл, өзгесі хаққа қол емес дейді. Сонымен қатар Бұхар жырау бабамыз: діл мұсылман болмаса, тіл мұсылман не пайда дейді. Ал Махамбет бабамыз: мұсылмандық кімде жоқ, тілде бар да ділде жоқ дейді. Осы ретте бір сауал туындайды. Жалпы өзіңіз айтып отырғандай шынайы иманды кісі деп, яғни тілмен емес, тек қана жүрекпен иман келтіргендерді айтамыз ғой. Әрине, бұл жерде сол сенген нәрсе жүрекке орныққаннан кейін, яғни жүректегі сол сенім сыртқа шыққан уақытта оның көрінісі болады. Яғни Аллаға сенімі және де өзінің мұсылмандығына сенімділігі болған жағдайда адам сол біз айтып өткендей жаңағы мінез құлқы болсын, жүріс тұрысы болсын, күнделікті өмірде қолданатын жаңағы іс әрекеттері болсын, соның барлығына дерлік ол әсер ететіндігі ақиқат. Сондықтан да бұл жаңағы жүректе иман болмаған жағдайда онда оның сыртқы бейнесі міндетті түрде өзгеріске ұшырайды. Яғни әрекеттері. Бір ғалым кісі айтқан екен: кімнің адал ас ішіп ішпегендігін мен біле аламын депті. Қалай білесің десе, мен таңертең сол адамдарға қарап тұрып, мынау осындай адал ас ішкен адам, мынау дұрыс адам деп мен айта алатын себебім дейді, адал ас ішіп иманды дұрыс жүрген адам дейді, таңертеңнен бастап аузына алласын тастамастан және де жаңағы бейәдеп сөздер айтпастан дұрыс, инабатты, ибалы, салихалы болып әрекетіменен күн кешуге бастайды дейді. Ал дейді, керісінше болған жағдайда дейді, аузынан ақ ит кіріп көк ит шығатын болса дейді, демек ол адамның ішкені мен жегеніне ешқандай мән бермейтін, күнә менен сауапты ажырата алмайтын адам болғандықтан мен оның сөзінің кім екендігін аңғарам дегені. Сондықтан да біздің ата бабаларымыздың барлығы айтып өткендей, мұсылмандық кімде жоқ, тілде бар да ділде жоқ демекші. Бұл енді тек қана мен мұсылманмын деу ғана мен жеткіліксіз. Ол адамның жүрегінен шығатын сенімі, сол сенім оның өзінің өміріне әсері, оң мұсылмандығына пайдасы тимейтін болса, онда оны біздер әлі де иманы әлсіз яки болмаса әлі де сол иманның ақиқатынан сусындай алмаған жан ретінде бағалаймыз. Шынайы иман дегеніміз пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның айтқан бір хадисі бар ғой: ихсан дейді ғой, сен Алланы көрмесең де Алла сені көріп тұрғандай амал ету дейді. Міне бұл шынайы мұсылманның белгісі. Осы бір-ақ ауыз хадиспен айтуымызға болады. Осы ретте тағы бір сауал туындап отыр: иманның күшті немесе әлсіз болуы неге байланысты? Иманның күшті және де әлсіз болуы бұл адамның жасап жатқан амалына байланысты. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтады: иман артпайды, кемемейді дейді. Иман тек қана артып кемейді, ол оның күнә істеуменен яки болмаса тақуалығымен, амал жасаумен ғана бұл артып кемейді дейді. Әрине бұл жерде ол сапасы дейміз ғой иманның. Сондықтан да адам күнә істеген сайын оның иман әлсірей түседі. Ал егерде адам 5 уақыт намазын оқып, өзгелерге жақсылығын жасап, және де ислам дінінің бұйырған көптеген әмір тыйымдарын бойына сіңіре білетін болса, онда біз ол адамның иманын әлсіздей алмаймыз, иманы күшті дейміз. Өйткені иманы күшті адам ғана өзін көп жағдайда ұстап сабырлыққа тәрбиелеп, және де шыдамдылыққа тәрбиелеп,
артық кетпейтін, барлық нәрседе бір Аллаға сыйынып, дұрыс амал жасайтын, жасағанда да шынайы ықыласпен, сауап деген ниетпенен жасайтын әрекеті міне сол иманның артып, соның өзін жеміс беруіне байланысты деп есептейміз. Мысалы, біз көп жағдайда мына нәрсені байқаймыз. Кейбір азаматтар бір кісілерге көмек береді, мысалы, қайырымдылық жасайды, сөйтеді де оны жариялайды. Мен пәлен деген кісіге кеше мынандай көмек бердім, ол осындай болады, мен жаңағы бұдан кейін де беремін деген секілді жаңағы жасап жатқан қайырлы ісін жариялаумен бастайды. Бұл деген сөз иманның әлсіздігінен туындайтын нәрсе. Неге? Олай дейтініміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, оң қолың бергенді сол қолың көрмесін дейді. Яғни бұны жариялаудың ешқандай қажеті жоқ. Алла көріп тұр, Алла көргені саған жетеді. Адамзаттың көруі, оның естуі шарт емес екендігі. Бұның барлығы міне осы иманнан туындайтын, иманның күштілігінен туындайтын әрекет. Иман әлсіреген уақытта адам күнәға көбірек батқан болып есептеледі. Мысалы, жүріс тұрысында немқұрайлық, ішімдік ішуі, яки болмаса жеңіл жүріске түсуі, немесе ғайбатты көбірек айтуы, өзгелерменен әртүрлі өсек әңгіме айтуы, ұрлық жасауы, алдауы, өтірік айтуы деген секілді осындай жаман қылықтар оның бойынан көбірек көрініс тапқан жағдайда оның иманы әлсірейтін болады. Иманы әлсіреген сайын ол күнделікті істеп жатқан іс әрекетін бұл ешқандай да бір күнәлі яки болмаса бұл үшін Құдай алдында жауап беремін ау деген секілді сезімдері жаймен төмендей бастайтындығы ол өмірдегі көріп жатқан тәжірибелік біз үшін баршамызға ортақ бір ғибрат болуы тиіс. Жалпы мынау мұсылманның 5 парызының ең бірінші иман екені баршамызға белгілі. Намаздан да, оразадан да бұрын тұрады. Осы ретте бір сауал, осының себебі неде? Өйткені ғибадат жасай білу үшін әуелі Алла тағалаға деген шынайы сенім болу керек. Шынайы сенім болмаған жағдайда жасалған амалдың ешқандай да пайдасы болмайды, ол сауап та болмайды, сізге былай жатқан кезде ақыретте қалқанда бола алмайды. Сондықтан да ең бірінші адам жасап жатқан іс әрекетінің барлығына бірінші Аллаға сенімнен бастау керек. Аллаға сенім, пайғамбарға сенім, кітаптарға сенім, періштелерге сенім, ақырет күніне сенім, тағдырға сенім болып, сол сенім жүрекке бекіп, тілменен сыртқа шықпайынша ол адамның толық мұсылман болуы қиын. Және де бұл сенім болмағаннан кейін барып, оның оқып жатқан намазынан, оразасынан титтей де сауап болмайды. Мысалы айтайық, христиан да бар, ораза ұстайтын, ол бірақ диета мақсатымен ұстайды. Өйткені ода сенім жоқ. Алла жұмақтан орын береді, менің өткен күнәмді кешіреді деген ода бір сенім жоқ. Бірақ ол да ораза ұстайды. Былай жатқан кездегі мұсылманға еліктеп азу мақсатыменен. Шайтанда да бар, былай жатқан кездегі осындай амалдары. Айта беретін болса бұндай көп. Сондықтан да Алла тағала бізден ең бірінші иманды сұрайды. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамзатқа пайғамбар болып келген уақытта бірінші намазды, оразаны насихаттаған жоқ. 11 жыл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ла илаха иллаллаға шақырды, яғни Алладан басқа тәңір жоқтығына, ақыреттің бар екендігіне, осы иманға шақырды. Өйткені осы сенім болғаннан кейін барып адам істеген ісін міндетті түрде шынайы істеуге әрекет жасайды. Ал сенім болмаса ғибадаттан титтей де пайда жоқ, оны ұмытпау керек. Яғни ла илаха иллаллах дегеннің мағынасы, енді барша тыңдармандарымыз оны білер. Бұл дегеніміз Алладан басқа ешқандай да Құдай жоқ деген ұғым. Мұхаммад Расулулла, Мұхаммед оның елшісі деген ұғым. Былай айтқан кезде тікелей қазақшаға аударған кезімізде. Енді Алладан басқа тәңір жоқ дегеніміз әрбір адам осыны саналы түрде айта білу керек, және де Алладан басқа оның санасында, жүрегінде ешқандай да сыйынатын, табынатын ешқандай да басқа бір екінші Құдай болмау керек. Бұл үлкен бір мәнісі бар. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям арабтарға алғашқы кезде мынау мушрик дейміз ғой, отқа табынатын және де пұтқа табынатын, немесе басқа да екінші Құдай жасап алғандар, соларға мушрик дейді. Міне соларға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты ғой, мен сендерге дейді қияметте кепіл боламын, сендерге шапағатшы боламын, бір ауыз сөзді айтыңдаршы дейді ғой. Бір ауыз сөз айту керек болса біз айтайық дейді ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл көкесі Абу Талибтің төсек тартып жатқан уақытында да дәл осындай бір оқиға болады. Бір ауыз сөз болса біз айтайық дейді ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқаны ла илаха иллалла деп айтыңдаршы дейді ғой. Алладан басқа ешқандай тәңір жоқ деп айтыңдаршы дейді ғой. Сонда мушриктер ойланып қалады. Жоқ, біз бұл сөзді айта алмаймыз. Айтсақ та онда біз дейді өзіміздің құдайларымыздың барлығынан бас тартуымыз керек. Сол себепті біз оны айта алмаймыз дейді. Өйткені бұның терең мәнісі былай айтқан кездегі Алладан басқа ешқандай да бір затты, ешқандай да бір Құдайды немесе басқа бір нәрсені қасиетті қылып, оған табынатындай қылып, сыйынатындай қылып, былай айтқан кездегі санаңыздан бәрін шап тастауыңыз керек. Сол себепті Алладан басқа тәңірі жоқ болғаннан кейін сіз сиырға да табынбауыңыз керек, отқа да, пұтқа да, яғни біз көріп жатқан әлемдегі түрлі дін өкілдеріне қатысты бүкіл сенімдерінен бас тартып, бір Аллаға сыйыну, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям оның елшісі екендігіне иман ету, міне сонда ғана ол мұсылман болып, пайғамбардың айтқанын орындап, Алланың әмірлерін бойына сіңіруі керек болған ұлы сөз. Ал бұның астарын түсінген жаңағы мушриктер ескі әдеттерінен қайта алмағаннан кейін сол баз баяғы әуеніне көшіп,
пайғамбарымызды тыңдамауға бел буғанның астарында осындай бір сыр жатқан еді тарихта. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың сөр сәулесі, іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі. Абай Құнанбайұлы. Құрметті Исмаил Сейітбек мырза, ардақты пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлем болсын, өзінің мүбәрак хадисінде менің сахабаларым аспандағы жұлдыз секілді, қайсының артынан ерсеңдер де адаспайсыңдар деген хадисі бар. Жалпы осы ретте сұрайын дегенім, саңлақ сахабалардың, әділетті халифалардың иман деңгейлері туралы да білгісі келетіндер бар. Енді осыған тоқтала кетсеңіз. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларының имандарына жететіндей иманды болу өте қиын. Себебі олар шынайы сеніп, олар сол сенген нәрсесінде соңғы деміне шейін тұра білді. Және де сол мәселеде бұлар ешқандай да саналарында, жүректерінде күмән болмады. Мысалы айтайық, Хазіреті Абу Бәкір радиаллаху анху айтайық, пайғамбарымыз Миғраж оқиғасы болады 621 жылы. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді көкке Алланың құзырына көтеріліп, Алладан 5 уақыт намазды әмір ретінде алып, жер бетіне түсіп мүшриктерге насихаттаған кезде барлығы келеке мазақ қыла бастайды ғой. Бір түнде сен дейді Меккеден Иерусалимге барып, одан көкке көтеріліп, қандай бұл былай айтқан кездегі санаға сыймайтын бір аңыз әңгіме дегендей пайғамбарымыздың сөзін теріске шығарған. Сонда кейбір мұсылмандарда да ой болады, болды ма екен, рас па екен, қалай деген секілді. Осы оқиғаны естіген Хазіреті Абу Бәкір айтады, бұны кім айтты дейді. Оны Мұхаммед айтты саллаллаху алейхи вассалам. Сонда Абу Бәкірдің айтқан, егер де Мұхаммед айтқан болса, рас айтады дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құзырына келеді, Алланың елшісі, мынау сырттағы адамдар осындай деп әңгіме айтады. Сол айтқандардың бәрі рас па? Сіз айттыңыз ба дейді. Иә, мен айттым, осындай болды деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Миғраж оқиғасын түсіндіріп берген кезде, Хазіреті Абу Бәкір ешқандай да шәк келтірместен, Алланың елшісі, сен айтқан болса, мен оған иман келтіремін дейді. Мен оған ешқандай да шүбәм жоқ дейді. Міне сондықтан да сол уақыттан бастап Хазіреті Абу Бәкір Сыддық деп аталып кеткен. Дәл сол секілді мысалы Хазіреті Омарды алайықшы. Саңлақ сахабалардан Хазіреті Омар қайтыс болатын шағында таң намазына шыққан кезінде бір мәжуси Хазіреті Омарды пышақтайды ғой. Қастандық жасайды. Имам болып алдыға шығып тұрған кезінде, сонда Хазіреті Омардың қарнына 9 рет пышақ саптайды. Сонда Хазіреті Омардың намазда тұрып кейінірек айтқаны ғой, мен дейді намазда тұрған кезімде ит тістеп алды ма деп сондай бір сезімде болдым дейді ғой. Яғни қарнына қаншама пышақ саптап жатса да, ол кісінің жаңағы намазға деген құлшылығы, намазға деген берілгендігі, Аллаға деген шынайы оның сезімі, яғни біреу ішін пышақтап жатса да, оған ешқандай да көңіліне алмастан, тіпті оны біздің тілмен айтқанда шыбын шаққан құрлы көрместен намаздан тұрып, бірақ кіндіктің тұсынан пышақ сапталған кезде барып жаныма батты дейді ғой. Демек бұл намазда тұрған кезде Алла тағаланың құзырындағы оның қандай бір сезімі, оның иманы, оның иманының күштілігі. Яғни былай айтқан кезде біз ғибарат болу керек. Ал біз қайсы біріміз намазға тұратын болсақ, соншалықты біздің әлсіздігіміз, ұшып жүрген бір шыбын яки бір маса келіп бетімізге немесе құлағымыздың түбіне келсе, соның ызыңын естіп, қолымызбенен оны бұлғап, масаны немесе шыбынды қууға тырысамыз. Ал бірақ та пышақ сапталған Хазіреті Омар сынды ұлы сахабалардың иманымен біз әсте еш уақытта да жарыса алмаймыз да, оған жете алмаймыз да. Тіпті Хазіреті Омарды енді тұрғызып сұрайын деп, яки болмаса бір ыңғайын келтірейін десе, есінен танып қансырап жатады. Сонда бір сахаба айтады ғой, бұны тұрғызудың бір әдісі бар дейді ғой. Қандай дейді ғой? Хайя аля сола деп айтыңдар дейді ғой. Яғни намазға деп айтсаңдар дейді, ол тұрады дейді ғой. Сонда қансырап есінен танып жатқан Хазіреті Омардың құлағына хайя аля сола, намазға деген дауысты естіген кезде орнынан атып тұрып, дәретін алып намаз оқығандығын айтылады. Яғни бұл қандай иман, қараңыздаршы, қандай былай жатқан кездегі Аллаға деген шынайы сезім, сенім. Саңлақ сахабалардың бұндай имандары әрине қарапайым мұсылмандардың қол жеткізе алмайтын сондай бір ұлы иман, және де ол біз үшін үлкен бір өнеге. Біз соған талпынуға тырысуымыз керек. Хазіреті Біләлді де біз тарихтан азаншы ретінде білеміз. Ол кісі эфиопиялық қара нәсілді кісі болған, құл болған. Сонда оның қожайыны Хазіреті Біләл радиаллаху анху сахабалар түсіндірген кезде иман еткеннен кейін барып азаптауға көшеді ғой. Азаптағаны соншалықты күннің ыстығына қарамастан ыстық құмның үстіне жатқызып, үстіне үлкен тасты бастырып, қанша азаптап, дініңнен қайт, Аллаға сеніміңнен қайт, менің құдайым Лат, Манат, Узза деп айт деп қанша қыштап, ұрып соққанымен, арқасына қамшыменен сабалап, қанша жанын қинағанымен, Хазіреті Біләл Хабашидің бірақ ауыз сөзі бар, біздің жадымыздан кетпейді. Ахат, ахат деген айтқан сөз бар. Алла жалғыз деп қаншама қинаса да,
иманынан қайтпастан, тіптен кейбір сахабалар болды, осы тұрғыда сол мушриктердің қолынан қаза тауып кетеді, яғни шахид болып кетеді, иманынан қайтпастан. Бұл деген сөз олардың имандарының сол кездегі өте беріктігі, Аллаға деген шынайы сенімдігін біздерге көрсетіп тұр. Келесі сауалымыз, мынау жалпы иманды күшейтудің қандай жолдарын ұсынар едіңіз? Жалпы адамзат баласы иманын күшейту үшін не істеу керек? Енді иманды күшейтудің ең әуелгі жолы бұл түнгі намаз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла тағала Құранда Исра сүресінде айтады, түнде тұрып намаз оқы дейді ғой. Бұл түнгі намаз адамның иманын күшейтеді. Себебі қап-қараңғы түнде Алла тағаламен жалғыз құлшылық ету сезіміменен адамның иманында үлкен бір өзгеріс пайда болады. Арасында да елдің бар ұйықтап жатқанда сен тұрасыңда Аллаға мінәжат жасап, қолыңды жайып Алладан шынайы түрде сұрауың, бұл сенің иманыңның, әлсіреген иманның көтерілуіне себеп болатын дүние. Екіншіден, иманды күшейтудің ең тағы бір жолы нәпіл оразалар ұстау. Өйткені ораза бұл адамды жаманшылықтан сақтайды және де оның иманның күшеюіне үлкен септігі болады. Мысалы, Рамазан айы кезінде көптеген жандар өте иманды болып қалады. Яғни бұрынғы жаман әдеттерін тастап, ораза кезінде жақсылыққа ұмтылып, Рамазан айы кезінде сондай бір жақсы бір өздерін сезініп, мешітке деген ықыласы, намазға деген, құлшылыққа деген ықыласы арта түседі. Неге? Өйткені ораза бұл иманды күшейтетін құлшылық. Және де иманды күшейтетін тағы да бір жолы бұл уағызды көбірек тыңдау. Көптеген қазір біздің танымал дінтанушыларымыз, ислам танушыларымыз, дін жанашылы азаматтарымыз бар. Солардың иманға қатысты уағыздарын тыңдау арқылы иманды күшейтуге әбден болатын дүние. Және де төртіншіден, саңлақ сахабалардың, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және де өзге де ұлы тұлғалардың ислам жолындағы жасаған қызметтері, олардың өмір баяндары, дінге қатысты болған көптеген ғибратты әңгімелерді оқу арқылы да иманды күшейтудің жаңа бір әдісін әрине жасауға болады. Бірақ дегенмен де бұл иманды күшейту үшін адам өз-өзіне сенімді де, ерікті түрде жасаған жағдайда ғана болады. Қайшы жағдайда бұл иманымыз күшейтуі өте қиын болады. Осы ретте бір сауал, жалпы сұхбатымыздың соңында тақырыбымызға қатысты қандай кітаптарды атап бере аласыз? Енді қазіргі кездегі иманға қатысты кітаптардан мысалы мен Мұхиддин Исаұлының Пейішке жетелер пейіл дейтін кітабын айтар едім. Алау Әділбаевтың Кемелдік кілті дейтін кітабын айтар едім. Және де Алау Әділбаевтың Саңлақ сахабалар дейтін кітабын айтқым келер еді. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ғұмырын баяндайтын Адамзаттың асыл тажы дейтін кітап бар мысалы. Соны оқыса пайғамбарымыздың өмір тарихын өте тамаша суреттеп, өте тамаша баяндайтын кітап бар. Және де өзге де осындай ғибратқа толы кітаптар оқылатын болса, әрине одан оқып жатқан әрбір мұсылман өзінің жүрегіне бір иманын күшейтетіндей көптеген сырларды сіңіретіндігіне мен ешқандай күмәнім жоқ. Өйткені бұларды мен де оқимын, өзім оқыған сайын да әр оқыған кезімде содан бір адамға қатты бір әсері болады.